Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте нәзік, жұмсақ, ауызға салса еритін балды торттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарап, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің отбасыммен сүйіп жейтін торттарының бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен өте сәтті шығады. Ең алдымен балымызды табамызға салып, оның үстіне осындай ас содасын саламыз. Бізде осындай реакция болады. Енді осыны үздіксіз карамель түске енгенше араластырып тұрамыз. Асты қалыңдау табаны пайдаланғандарыңыз дұрыс. Асты күйіп кетпейді. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Осылай карамель түске енгеннен кейін барып, бөлме температурасындағы майды қосатын боламыз. Майымыз ерігенше тағы да араластырамыз. Майымыз ерігеннен кейін барып, асын өшіріп қоямыз. Бізде осындай сұйықтық пайда болды. Енді жұмыртқалы масамыз дайындаймыз. Жұмыртқамызға құмшекерімізді салып, 2 есе ұлғайғанша, ағарғанша тоқтаусыз араластырамыз миксердің көмегімен. Жақсылап барлығын араластырып болғаннан кейін біздің балымызды қосатын боламыз. Осылай 2 есе ұлғайды. Балымызды қосып, тағы да бір келкі болғанша миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Менің табам кішкентай болғандықтан үлкен табаға ауыстырып алдым. Ұнымызды 2 бөліп қосатын боламыз. Бірден бәрін қосып жібермеңіздер. Бір бөлігін қосып болғаннан кейін лопаткамен араластырып, одан кейін екінші бөлігін қосатын боламыз. Арасын іртік қылмай, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Барынша сіздерге түсінікті етіп көрсетіп жатырмын. Түсінбеген жерлеріңізді комментарий бөліміне жазып сұрасаңыздар болады. Екінші бөлігінде қосып алдым. Бұны да араластырып шығамыз. Бізде осындай сгущенка сияқты қою масса шығады. Енді осыны пергамент қағазымыз төсеп, барлығын құйып пісіріп алатын боламыз. Осылай бір-бірден пісіріп отырмайсыздар. Бәрін бірақ салып пісіріп алып, кейін 2-ге бөліп аласыздар. 180 градуста 20-30 минутта пісіреміз. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Салқын сүтімізге құмшекерімізді, жұмыртқамызды қосып, жүгері крахмалын қосып, картошканы пайдаламаңыздар, жүгері крахмалын қосыңыздар. Осылай барлығын салып, жақсылап араластырып алғаннан кейін газымызға қойып бастаймыз. Үздіксіз араластырып тұрамыз. Блинчиктің көмегімен креміміз қоюланғанша араластыра береміз. Өзі осылай қоюланып бастағанда газымыздың асын өшіреміз. Өшіріп болғаннан кейін жайпақ тарелкамызға құйып аламыз, ертерек су үшін. Пищевой пленканы бетіне жауып, суытуға жіберетін боламыз. Біздің бұл аралықта коржымыз пісіп қалды. 2-ге бөліп, ортасынан тағы да бөлеміз, сонда бізде 4 корж шығады.
Шетін де кесіп аламыз бетіне себу үшін. Енді творожный сырымызды араластырып алып, жаңағы қайнатпалы кремімізді 2-ге 3-ке бөліп салып, миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Ең дәмді балмұздақ тәріздес креміміз осылай дайындалады. Қою болып шығады. Екінші бөлігінде қосып алып, миксермен тағы да араластырамыз. Менің арнама тіркелмесеңізді тіркеліп, подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Менің қазақ тілі арнамның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып кетіңіз. Біздің креміміз осылай дайын болды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Өте қою крем пайда болды. Жаңа коржымызға 2-3 лопаткадан салып, бетін осылай тегістеп жағып шығамыз. 4 коржымызда да осылай бірін үстіне бірін қойып, крем жағып шықтым. Шетінен кесіп алған коржымыздың осылай ұнтақтап бетіне сеуіп шықтым. Барлығын бірден сеуіп жесеңіздер де болады. Әсемдік үшін осылай пайдаландым. Міне осылай оңай дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Холодильникке 2-3 сағатқа қойып алсаңыздар болады. Ішкі бөлігінде көрсеттім. Баршаңызға ас болсын. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, салаттар, торттар, пирожныйлар бар. Кіріп көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеода сіздерге бірінші болып көрініп тұруы үшін. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.